Қайырлы күн балалар. Бүгін біз диаграммалармен танысамыз және пайдалы өнім денсаулықтың кепілі екенін білетін боламыз. Алдымен мына суретке мұқият қара. Әрбір қонаққа бір-бір жемістен берсек жете ме? Сен жемістерді санап көр, сосын олардың пиктограммасын жасап көр. Енді әрбір жемістен біреу берсек, мына қонақтарға қандай жеміс жетпей қалатынын анықтап көр. Енді бүгін сен пиктограмманы білесің. Сол пиктограмманың жанында диаграмманы көріп тұрсың. Диаграмма деген ол пиктограммадан айырмашылығы. Диаграммаға суреттер салынбайды. Оған тек қана геометриялық фигуралар салынады. Олар да кез келген заттардың санын немесе пайызын, мәліметін айтып көрсетіп тұрады. Сонымен екінші тапсырмада біз қазір достарымыздан қандай жемістерді жақсы көретінін сұраймыз. Сосын сол мәліметтер бойынша диаграмма жасап көреміз. Мен өзімнің достарымнан сұрап едім. Алманы 10 досым жақсы көреді екен. Алмұртты 7, бананды 9 досым жақсы көретінін біліп алдым да диаграмма салдым. Ал сен достарыңнан сұрап көрдің бе? Сенің диаграммаң қалай болды? Салып көрші. Өте жақсы. Енді үшінші тапсырмада сұлбалар берілген. Сұлба бойынша есеп құрастыруды сен білесің. Енді бірінші сұлбаға қарайық. Алма 5 килограмм екен, ал асқабақ алмаға қарағанда 3 килограмм артық. Асқабақтың салмағы қанша екенін сұрап тұр. Біз асқабақтың салмағын табу үшін 5-ке 3-ті қосамыз да асқабақтың салмағын жазамыз. Ал енді мынау сұлба жаңағы есепке кері есеп болып тұр. Қарбыздың 5 килограмм екенін көрсетіп, қарбыздың қанша килограмм екенін көрсетіп тұр да, асқабаққа қарағанда 3 килограмм кем деген мәлімет беріп тұр. Ал біз жаңа қарбыздың 8 килограмм екенін біліп алғанбыз. Енді біз қарбыздың салмағын шығару үшін 5 килограмм екенін біз алдында біліп алғанбыз. Сол 5 килограмм шығару үшін 8-ден 3-ті азайтамыз. Және жауабы қарбыздың 5 килограмм екенін білеміз. Біз қазір сұлба бойынша есеп құрдық және кері есеп құрдық. Енді балалар, біз диаграммадан пиктограмма шығарамыз. Мына диаграмманы оқып көрейік. Жасыл доп 9 екен. Ала доп 4 екен. Қызғылт сары доп 3, ала доп 1 және ақ доп 2. Енді біз мына жерге сол доптардың суретін саламыз. Пиктограммада суреттер салынады. Жасыл доптан 9 жасыл доптың суретін саламыз. Сосын ала доптың 4-еуін саламыз. Пиктограмманың диаграммадан айырмашылығы суреттер салынатынын сен жақсы білесің, солай ма? Пиктограмма салдық, боядық, тамаша. Енді сергіту сәтін жасап алып, дәптерімізді ашамыз. Дәптерде диаграмма берілген. Сен диаграммада торкөздерді бояйтын боласың. Мына мәліметтерді пайдаланамыз. Асқабақ 5 килограмм ба, біз 5 торкөз бояймыз. Пияз 2 килограмм, демек 2 торкөз. Апельсин 1 килограмм, қауын 4 килограмм, ананас 1 килограмм. Неше килограмм болса, сонша торкөзді бояймыз. Бұл бізде диаграмма болды. Мына өрнектердің мәнін есептеуді сен жақсы білесің. Өзің есептей аласың. Есептеп, жауаптарын комментарийге қалдырсаң болады, немесе мұғаліміңе жолдасаң болады. Ал енді саған зерттеушілік тапсырма. Мына суреттерге қарап, ненің жеңіл, ненің жеңіл екенін анықтап көрейік. Бірінші суретте алма жеңіл ме, жоқ алмұрт жеңіл ме? Екіншісінде алма ма, немесе банан ба, қайсысы жеңіл болып тұр? Қалай анықтағаныңды комментарийге жазып қалдырсаң болады. Балалар, біз бүгін диаграммалармен таныстық. Диаграмманың не екенін білдік және пайдалы өнімдер туралы әңгімелестік. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.